Санжар аға, кешіріңіз сөзіңізді бөлген. Неге зікірден соншалықты шошиды адамдар? Енді сіз енді журналист ретінде өте жақсы білесіз бұны. Тіпті сіздің осындай өте қарапайым және өзіңізге сіздің деңгейіңізге тән емес сұрақты қойғаныңызға мен таң қалып отырмын. Сіз енді өзіңіз сол дәуірде өмір сүрген адам. Жақсы, ол солай қабылдайды. Сол кездегі түсінік әлі күнге дейін өмір сүріп жатыр ма сонда? Дұрыс қой, енді нақты ол енді сол мысалға зікір салып отқан адамды бір жексұрын, оңбаған, адасқан етіп көрсететін программаны түсірген адамдарыңыз, жаңағы сол кездегі журналистеріңіз ешқайда кеткен жоқ, жүр. Егер олар өздерінің ар ұятының алдында тік тұрып есеп беріп, ақиреттен шынымен де қорқатын бір иманның бір сәулесі бар адамдар болатын болса, олар кәдімгідей ағынан жарылып, сол жерде елдің алдына шығып, өздерінің Инстаграм парақшасында мойындау керек. Кезінде осылай осы фильмдерді, осы хабарларды түсіруге мен тікелей қатысқам. Сол кезде біздің жаңағыдай жоғарыдан биліктен бізге осындай нұсқау түскен. Біз сол нұсқаудың негізінде өзімізде я алданып қалдық, я ақымақ болдық, болмаса өзімде солардың жаңағы биліктің тарапында едім деген сияқты сол кездегі ниетін, позициясын ашық айту керек егер. Оған жан керек болса, ақирет керек болса. Содан кейін біз сол санжарларды қараладық. Біз бұны ағашатқа отырғызып, жаңағыдай шошқа бақтырып жібергенбіз кезінде. Бірақ енді көрмейсің ба? Бәрібір енді аққа күйе жұқпайды екен, бұл жігіт бәрібір бұзып жарып келе жатыр. Біз болсақ күннен күнге өзіміз ыңғайшы жағдайға алып бара жатырмыз деп ашық айту керек. Енді олар оны ашық айтқан жоқ. Бұлар енді көбінен сол Рахат Әлиевтің кезінен басталған әңгіме. Және осы күйе жағу операциясын бастаған Рахат Әлиевтің өзінің тағдыры өте қиын жағдаймен аяқталды. Және сол операцияға құлшына кіріскен адамдардың бәрі қазір өте жағымсыз өмірдің ағысында кетіп баратыр деп айтайық.